Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін геометрия сабағы 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы тең беріліш бұрышының қасиеттері мен белгілері. Математика пәнінің мұғалімі Дербес Дулат Жомартович. Сабақтың оқу мақсаты тең беріліш бұрышының қасиеттері мен белгілерін біледі және қолданады. Үшбұрыштың қасиеттеріне тоқталайық. Енді үшбұрыш бізде екі бөлікке бөлінеді, түріне байланысты және бұрыш пен қабырғасына байланысты. Түріне байланысты ол тең беріліш үшбұрыш, тік бұрышты үшбұрыш және дұрыс үшбұрыш. Дұрыс үшбұрыш бізде тең қабырғалы үшбұрышты дұрыс үшбұрыш деп атаймыз, немесе үш қабырғасы тең үшбұрыштарды. Ал бұрыш пен қабырғасына байланысты үлкен қабырғаға қарсы үлкен бұрыш жатады, үлкен бұрышқа қарсы үлкен қабырға жатады, немесе ол кіші бұрышқа қарсы кіші қабырға жатады дегендей. Келесі үшбұрыштың ішкі бұрыштарын қосындысы 180 градусқа тең болады. Тең беріліш бұрыштың элементтеріне келетін болсақ, АВ мен ВС бізде бүйір қабырғалары болады. АВ табаны, А және В ол табандағы бұрыштар болады, С төбесіндегі бұрыш. Тең беріліш бұрыштың табандағы бұрыштар тең болады, А мен С тең. Келесі тең беріліш бұрыштың табанына жүргізілген бесік тірсасы әрі биіктігі әрі медианасы болады. Мысалға, мына жерде үшінші суретте бесік тірса көрсетілді. Бұрышты екеуі ол биіктікте бола алады, ол медианада болады. Бесік тірса деген сөзіміз өзі бұрышты тең екіге бөледі, медиана қарама-қарсы жатқан қабырғаны тең екіге бөледі. Биіктік перпендикуляр жасап түсіріледі. Тең беріліш бұрыштың табанының бұрыштарына жүргізілген екі бесік тірсасының медианасы биіктігінің ұзындықтарына тең болады. Тең беріліш бұрыштың табандағы бұрыштары мына формуламен есептелінеді. Альфа тең бета тең 90 азайтылған 0,15 гамма. Келесі тең беріліш бұрыштың бір ғана симметрия осі бар. ВД ол көріп тұрсыздар, симметрия осі болып саналады. Егер үшбұрыштың екі бұрышы тең болса, онда ол тең беріліш бұрыш, немесе А мен С тең болатын болса, демек мына үшбұрыш тең беріліш бұрыш деген сөз. Егер үшбұрыштың бесік тірсасы әрі медианасы биіктігі болса, онда ол тең беріліш бұрыш, немесе ВД мысалға бесік тірса болып, ол және медиана ол биіктік болып тұрса, демек мына АВС үшбұрышы тең беріліш бұрыш деген сөз. Тең беріліш бұрыштың табанындағы бұрыштар тең болады теоремасы. Осыны дәлелдеп кетегенді. Берілгені бойынша АВ мен ВС тең деді. Дәлелдеу керек А бұрышы мен С бұрышы тең екен. Асы табанына ВД бесік тірсасын жүргіземізге. Асы табанына ВД бесік тірсасын. Сонда ВД бізде ортақ қабырға болады. Ортақ қабырға. Сонда бізде бесік тірса бұрышы тең екіге бөлгендіктен кейін АВД бұрышы мен СВД бұрышы екеуі тең болатындығы қарамен көрсетіліп тұр. Сонда үшбұрыштың бірінші қасиеті бойынша бізде АВД үшбұрышы мен СВД үшбұрыштар тең болады. Бірінші қасиетінде айтылады. Егер де үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы, екінші үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы тең болатын болса, бұл үшбұрыштар тең болады дейді. Сонда бізде А бұрышы мен С бұрышы бізде сәйкес бұрыштар екеуі тең болады. Теорема дәлелденді. Келесі теорема. Егер тең беріліш бұрыштың табанына жүргізілген бесік тірсасы әрі биіктігі әрі медианасы болады деді. Осыны дәлелдейік. Берілгені бойынша АВ мен ВС тең. Дәлелдеу керек АД мен ДС тең екен. Дәлелдеу керек, себебі медиана болып тұрса екеуі тең болады. Және ВД перпендикуляр асыға дейді. Асы табаны ВД бесік тірса жүргіземіз. Асы табаны ВД бесік тірса жүргіземіз. АВ мен ВС тең болады. Тең дейді. Тең. Сонда ВД бізде ортақ қабырға. Ал енді сонда бізде бесік тірса болғандықтан кейін ол АВД мен СВД тең бұрыштар мына жерде. Тең бұрыштар. Және де үшбұрыштың бірінші қасиеті бойынша АВД үшбұрышы мен СВД үшбұрышы тең үшбұрыштар. Жаңа айтып кеттім, бірінші қасиетін белгісін. Егер де үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрыш тең болса, екінші үшбұрыштың екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы тең болатын болса, онда үшбұрыштар тең болады деп. Сонда бізде
ады мен д-сы бізде сәйкес қабырғалар екеуі тең, демек в-да медиана болып тұр деген сөз. Және в-ды перпендикуляр а-сыға болып тұр деген сөз. Келесен дайын сызбалармен жұмыс істейік. Бұл жерде мысалға 30 градус дейді. Біз табандағы бұрыштар табайық. Тең бүйірлі үшбұрыш деп көрсетіліп тұр. Некесі тең бүйірлі үшбұрыш деген көрсетіліп тұр. А бұрышы мен В бұрышын табайық. Екеуі де бізде белгісіз. А бұрышы мен В бұрышы. Екеуі тең бүйірлі болғандықтан екеуі тең болады деген сөз. Сонда x деп аламыз. Ал үш бұрыштардың, ішкі бұрыштардың қосындысы бізде 180 градусқа тең. Сол қасиетті пайдаланамыз. Сонда x қосылған x тең қосылған 30 тең 180 градус болады. 180 градус. Сонда бізде мына жерде 2x тең болады 180-нен 30 азайтамыз 150 болады. Келесі сонда x тең болады 75. Сонда бізде мына бұрыштарымыз 75 градус екен. Келесі мысалға қарайтын болсақ, бір бұрышы беріліп тұр 70 градус, тең бүйірлі үшбұрыш дейді. Сонда мына бұрышта 70 градус деген сөз. 70 деген сөз. Сонда ішкі бұрыш табатын болсақ, бізде 70-ке 70-ті қосып, 180-нен азайтамыз. Сонда 40 градус болады төбесіндегі бұрыш. Енді осы төбесіндегі сыртқы бұрышын табатын болсақ, сыбайлас бұрыш болады, көріп тұрғандарыңыздай. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Сол қасиетті пайдаланып, сыртқы бұрыштағы 180-нен 140-ті азайтамыз. Сонда сыртқы бұрышы 140 градус болады деген сөз. 140. Градус болады деген сөз. Келесі мысалға қарайық. А бұрышын тап дейді, және АВ-ды бұрышын тап дейді. А бұрыш деген сөзіміз мынау бізде. Тең бүйірлі үшбұрыш екені көрсетіліп тұр. Демек А бұрышы мен С бұрышы екеуі тең деген сөз. Демек А бұрышы 35 градус деген сөз. 35 градус. Ал АВ-ды тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан кейін ол медиана болып тұр мына жерде. АВ-ды бұрышын А бұрышынікі медиана болып тұрғандықтан кейін ол биіктікте болады, ол бесектер сатады, сондықтан биіктік ол 90 градус болады деген сөз мына жерде. 90 градус, АВ-ды 90 градус. Мына жерде тең бүйірлі үшбұрыш беріп тұр. Бұл жерде тоже мына жерде 45 градус. 45. Екеуі тең. Медиана болып тұр, демек бұл жерде 90 градус болады. Биіктікте болады. Мынау үшбұрыш негізгі қасиеті бойынша ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градус. 45-90, мына жерде 45 болады деген сөз. 45. Келесі мысалға келетін болсақ, тең бүйірлі үшбұрыштың биіктігі беріліп тұр. В-да 6 см, неге В-да 6 см биіктігі. АВ-ды үшбұрышының периметрі 17 см, онда АВ-сы үшбұрышының периметрі неге тең дейді. Мінекей 17 АВ-мен қосылған 6, қосылған 0,5 А-сы дейді. Себебі медиана ол. А-сының жартысы 0,5 А-дың қосындысы. Өрнектің екі жағында 17-ден 6-ны азайтамыз 11, сонда АВ қосылған 0,5 А-сы тең 11 болады. Өрнектің екі жағында 2-ге көбейтеміз, сонда бізде пайда болады 22. Үшбұрыштың периметрі. Үйге тапсырма, сіздер оқулықтан тапсырма, теорема жаттаймыз. Сабақ аяқталды. Рахмет.